Біз жалғастырамыз. Ән тыңдаған кезде кей адамдар оның әуеніне ғана назар салады екен, сөзіне мүлде мән бермейді екен. Психологияда бұл топтағыларды романтиктер деп атайды. Олар конфликттен алыс жүретін жандар, көп армандайды, сезімтал келеді екен. Ал мен керісінше әннің бірінші сөзіне мән береді екен, Олжас. Психологтар сөзіне мән беретін адамдарды қалай суреттейді екен? Енді олар мына әннің әуеннен гөрі мәтініне назар аударатындарды психологтар бір рет сөйлейтін жандар деп қарастырады. Дұрыс айтқан екен, иә. Келетін секілді, иә. Айтылған сөз олар үшін өте маңызды. Айтты ма, орындайды. Дәл солай. Ал айтпады ма, орындамайды. Олар тиянақты, жауапты, әрі тәртіпті, сондай жаны сүйетін жандар екен. Өте дұрыс айтқан екен. Мынау бір біліп жүретін ақпарат болды. Қымбат көрермен, сіз ше қандай ән тыңдайсыздар және қай топқа жатасыз? Өзіңізден сұрап көріңіз. Ал біздің студиямызға келіп жайғасқан бүгінгі алғашқы мейманымыз суретші әрі мүсінші. Алдындағы кескінді дәл сол қалпы сомдау үшін алдымен адамның мінез құлқын білу керек дейтін керемет сондай өнер иесі. Қазір таныс болыңыздар. Суретші, мүсінші Сырым Мүсіреп бізге қонаққа келіп отыр. Қош келдіңіз. Сырым, мен айтқаным өтірік емес қой? Әрине өтірік емес. Адамның бірінші мінезін білу керек, солай ғой, иә? Әрине. Жаңа бағыт атты көрме ашқан екенсіз. Көрмеде қандай дүниелер ұсынылады? Көрмеде адам жанының жалпы физиологиясын кең көлемде насихаттап кететін, және де сезім арқылы адамның ойына түрткі салу мақсатымен ұйымдастырылған әртүрлі тақырыптағы жобалар болды. Соны ұсындық. Бұл қай жерде өтетін көрме? Бұл Тәуелсіздік сарайында өткен. Өткен көрме. Өтіп жатыр. Өзіңізбен бірге картиналарыңызды алып келіпсіз. Мысалға, мына төменде тұрған картинада не бейнеленген? Мысалы, төменде тұрған картина бұл адамның эмоциясына ойнау, түрткі салу арқасында бұл тақырыпты жеткізе білетін картина. Мысалға, Сырым, мен сөзіңді бөлейінші. Әрине. Мен осы жерде кішкене біздің біліміміз жетпей ма, үнемі осындай картина көрсем менде сұрақ туындайды. енді өзім бейнелеп отырсам, мынау адам психологиясына байланысты сондай картина деп, мысалға, мына суретте егер сіз бұлай комментарий бермесеңіз, ана жерде бір картинаның атауы қойылмаса, ешкім түсінбейтін секілді. Бұл енді бұл абстракция дейді ма, бұл не дейді? Бұл абстракцияға жатпайтын сияқты, өйткені мұнда сюжет бар. Сюжет бар ма? Бұл жерде психология деген сөз жазылып тұр ма? Мысалы, мен айтып бере аламын. Оқып беріңізші. Адамның тұрысы, мына жерде міне байқасаңыздар. Көрдіңіздер ме? Оның көлеңкесі. Яғни тақырыбы тахаджуд деп аталады. Мен алып көрсетсем бола ма? Бұл сонда түнгі намаздағы адам ғой, е? Түнгі намаздағы адам, қараңыз. Яғни қобалжу бар, түнгі намазда. Және де осы қызыл жолақты әлемнің төңірегінде адам өзін жоғалтпай, негізгі жолдан айнымай, өзінің жаңағы парыздық міндетін орындауда. Ал бұның көлеңкесі оның ғаламаттылығын білдіреді. Яғни жан дүниесінің үлкенділігін білдіреді. Ал қалғандағы қызыл-жасыл әлемнің арасында жоғалып кетпей, қызылданып тұрған мазмұны сонда керемет екен. Өсіп көзімізді ашпасаң, біз мына қарапайым адамдар оны түсінбеуіміз мүмкін. Енді әр суретші әрқалай жеткізеді ғой. Мысалы, кейбіреулері сюжетсіз абстракцияға кетіп қалуы мүмкін. Енді әлемнің қандай елі болмасын, өзінің бір салтын, дәстүрін, әдетін, болмаса тағы да бір заманауи бағытта ұсынады ғой. Ал оған енді көрермендер әрі түрлі. Мысалы, Қазақстандағы көрермендер әр түрлі, ал шетелдегі көрермендер олар... Өзіңіз шетелге шықтыңыз ба? Сырым, Раушан, мен үнемі осы картиналарға байланысты бір бетпе-бет келген кезде менде бір мындай түсінік бар да. Мен бұл картиналар түсіну үшін мен баюым керек деп ойлаймын. Мен сол кезде ғана түсінетін сияқты бұлар деймін. Өйткені осы музейде істеген жылдарда сондай үлкен жеке коллекционерлердің осындай керемет туындыларын әкеп қойған кезде, жаңа небір енді Forbes-тағы адамдар келеді ғой көрмелерге. Сонда қасына келіп тұрады да, жоқ, келіп тұрады да, шедевр дейді.
кетіп қалады, сосын мен ана кісі кетіп қалғаннан кейін шедеврін іздеймін ғой. Қай жерде мына шедевр? сөйтіп сен түсіне алмайсың. Ғылыми қызметкерлерді шақырып алып келемін, айтып, мынаның шедеврін түсіндіріп жіберіңізші. Ана кеткен кісі Форбстағы бәлен байыншы нөмірдегі адам. Мынаны шедевр деп кетті, маған түсіндіріңізші. Оны түсіну үшін енді оны кішкене бір не қылу керек дейді. Мен айтамын, не қылу керек оны түсіну үшін? Ол кәдімгі краска ғой. Деймін де сосын олардың да ешқандай жауап таппадым. Сол кезде барып мен ойлаймын да, мен бұларды түсіну үшін маған да ана кісілер сияқты баю керек шығар. Сонда ол маған шедевр болып көзіме көрінетін шығар. Иә, айтады ғой. Ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт деп. Осылам. Мен біздің елімізде қаншалықты сұранысқа ие бұл композициялар? Әлде өзіңіз айтпақшы сол шетелдіктер көбінесе қызығушылық таныта ма? Енді біздер Қазақстанда шетелдермен негізі көп жұмыс жасаудамыз. Ал Қазақстандағы көрермендер, олар енді әрине сұраныс, тағы басқа сұраныстары да, оның қабылдауы, көрермендердің қоғамның қабылдауы әрқалай. Сырым, осы бізде енді суретшілеріміз Құдайға шүкір қазақта көп, мүсіншілеріміз де біраз бар, және олардың барлығы бірдей шетелге шығуға мүмкіншілік жоқ. Енді кейбір жол тауып шыққан адамдар шетелге барып, олар түрлі көрмелерге қатысып жатады. Осы жолда қандай қиындықтар шетелге шығу үшін қандай кедергілер бар? Ол жеке адам қаражатымен бара ма, жоқ әлде ана жақтың шақыртуымен барғаннан кейін бұлай бара беретін жолдар бар ма? Мен оны қазір артынан не үшін сұрағанымды айтамын. Негізінде жолдар көп әртүрлі. Мысалы, өз қаражат арқасында баруға болады, болмаса спонсор, мемлекеттік жүйеде баруға болады. Оның салалары көп. Адамға байланысты ғой. Енді неге сұрағаныңды айтсаң? Неге сұрағаным? Бұлай қарағанда, мынандай картиналардың бәрін музейге немесе бір көрмелерде көрсең, шамалас, бұлай бәрі енді керемет туындылар да, бірақ сондай қатты алшақтығы жоқ. Бірақ мысалға Сырымның жас суретші, бұның суреті өте күшті болуы мүмкін. Ал тағы да бір сурет тұруы мүмкін, оның суреті Сырымдікіндей болуы мүмкін, бірақ бағасы Сырымдікінен 10 есе қымбат болуы мүмкін. Сонда не үшін баға солай болады деген кезде, ол жаңа суретшінің есіміне байланысты. Оның есімі қалай шықты? Иә, ол шетелдегі көрмелерге көбірек шыққан адам, ана жерде көрме өткізген, мына жерде көмек деген секілді де. Сондықтан осындай менімше осы картинаның бағасын арттыратын дүние ол суретшінің атын сол көрмелерде шығару секілді. Басқа мен ондай бір басқа да еңбектері көп. Мысалы, жасына да байланысты, тәжірибесіне өткен ол суреттің күштілігінен емес, ол суретшінің есіміне байланысты бағасы солай қойылатын секілді. Солай ма? Есіміне, оның өнерде жүрген сатысына, деңгейіне байланысты. Мысалы, ұлы суретші Пикассоның өзі алдына тапсыршы келіп 9 минуттық әңгіме бір картина заказ берген екен. Сосын небәрі бір шамал сағаттардың арасында салып беріп ұсынған екен, бірақ бағасы тым қымбат екен. Айтқан екен, осыншама уақытта сіз маған осындай сома ұсынып отырсыз. 9-10 минуттың ішінде сала салдыңыз, неге бұл қымбат? Неге бұл қымбат? Пикассоның айтқан жауабы, мен бұған өмірімді арнадым депті. Қателесесіз, бұл 9-10 минут емес, мен бұл 20 жылдан астам уақытымды арнадым деген. Дұрыс жауап берген. Мына картиналардан бөлек, мына үстелдің үстінде көріп тұрғанымыздай, ерекше бір мүсін тұр екен. Бұнда сіз жасадыңыз ғой? Әрине. Композиция не деп айтылады бұл? Аталады. Мүсін және де кескіндеме өнерімен қатар айналысам. Негізгі салам мүсін. Яғни бұл мүсінді архитектуралық, сәулеттік архитектуралық және де монументалды мүсін ретінде көбінесе сондай жұмыстарды жасаймыз. Енді тақырыбы жаңа толқын. Жаңа толқын, бұндағы бейнеленген сюжет тарихтың бір ағымы тәріздес, аяқсыз қалықтап бара жатқан ат. Жылқы бейнесі. Бұндағы шаштарының өзі және де құйрық жалысының өзі динамикалық қозғалысты береді. Ал үстіндегі ердің тоқымындағы қанат, кішігірім, ол бір ағымның, қоғамның даму сатысымен бағытталған дүние. Яғни бұның бір алып бара жатқан бағыт нұсқасы жоқ. Біздер қоғам өздері шешпек.
Қандай материалдар бұл пайдалануға? арқылы адамның өз өмірін өзінің есіне салу ғой бірағында. Қарасаң, мән бермейтін дүние, зымырап жатқан уақыт, қоғам дамуда және тарихта жаңағындай аяқсыз кетіп бара жүрген. Бірақ Иә. мынау қандай материал? Мынау бас жағы қызық болып тұр маған. Жоғары жағы. Мысалы, мынаның Жалпы бастапқы қалпы мүсіндеріңізге қандай материалдар қолданасыз? көбінесе табиғи және де ұзақ мерзімде қызмет жасайтын материалдарды қолданамын. Тастан, ағаштан және де қоладан. Мына үсті қола ма? Иә, қола детальдары қосылған. Мысалы, мыналардың бәрі Құйрығы, жалы, құйрығы, жалы, қоладан, иә? иә, темірден. Ал мына жақтары әйнек, пластик. Жалпы бұл салаға қалай келдіңіз? Неден басталды қызығушылық? Бұл сала мен мамандықты емес, мамандық мен таңдаған шығар. Осы салаға 3 жасымнан бастап келдім. 3 жасыңыздан. 3 жасымнан. Қалай? Табиғатты танып білу, қоршаған ортаны сезіну барысында, оны енді әр бала суретші. Соны шығарудың сатысында келген жүйе ғой. Әр бала суретші, бірақ кім суретші болып қалады. Негізі сырымның жауаптары және мынау өзінің туындыларына деген жаңағындай комментарийлары мені таңғалдырып отыр. Және еңбектерге де мен өзімде сондай қызығушылық танытып отырмын. Сырым, енді осы уақытқа дейін қанша көрмең өтті? Негізгі көрмелерден, жеке көрмеңнен? Жеке көрмеден 2 көрмеміз өтті. 2 көрме өтті? 2 көрме өтті. Көбейту керек оны. Әрине. Негізінде сапалы кең дүниелерді шығару, оны халыққа ұсыну барысында көп көрме емес, негізгілерін өткіземіз, бірақ өте сапалы, жоғарғы деңгейде өткіземіз деп сондай алдымызға мақсаттар қойдық. Жақын арада Құдай қаласа тағы да өтпек, қазан айында. Биыл енді жастар жылы ғой, жоспарларыңызбен бөлісесіз. Жоспарлар, мысалы, Тәуелсіздік сарайында өткізу, және де ұлттық көрмелер, өзіміздің музейімізге өткізу. Яғни туристердің де көптеп келетін ортасы, сосын қазіргі Қазақстанның заманауи өнерін танып білу барысында бұл бір таптырмас мүмкіндік деп түсінемін. Сырым, енді арманыңда суретші ретінде, мүсінші ретінде қандай арманың бар? Кімді салғың келеді? Немесе кімдің мүсінін бейнелегің келеді? Нені? Немесе халықтың жалпақ ортақ идеологиясын қалыптастырғым келеді. Және де оны кейбір, мысалы, адам индивидуумы көреді, жасайды. Бірақ кейбір нәрселер қалыс қалады. Олар көрмеуі де мүмкін. Мысалы, адам туа салысымен оның ұқсап бағатынын, мінез құлқын, әдетін қоршаған ортасы танып біледі. Өзі білмейді. Мысалы, балам, сен нағашыңның ұқсайды екенсің деген сөздер де содан шыққан ғой. Жақсы. Осындай көңілді әңгімеміздің көзін осындай нәрсемен қойсақ деген ой болып тұр. Шығармашылық табыс тілейміз, Сырым. Күздегі көрмең жақсы өтуіне тілектеспіз. Көрмеге келушілер көп болсын. Біздің студияға келіп, өзің шығармашылығындағы жаңалықтармен бөліскенге алғыс білдіреміз. Ал біз жалғастырайық. Иә, біз жалғастырайық.